Ацетилсалицил қышқылы немесе жай ғана аспирин препарат қанды жақсы сұйылтатынын бәріміз де білеміз, бірақ бұл туралы біздің біліміміз осымен аяқталады. Уақытпен тексерілген дәрі медицинаның көптеген салаларында 120 жылдан астам бірнеше рет тиімді екендігін дәлелдеді. Ацетилсалицил қышқылының қандай пайдалы қасиеттері бар? Оны қандай ауруларға қарсы қолдануға болады? Және қышқылды қандай жағдайларда қолдануға болмайды? Арнаны ауыстырмаңыздар. Роликті соңына дейін қарасаңыздар, осы сұрақтардың барлығына жауап алатын боласыздар. Және роликтің соңында ацетилсалицил қышқылын қолданудың көптеген күтпеген салалары туралы айтатын боламыз. Ацетилсалицил қышқылы алғашқы рет екі өсімдіктен, ақтал мен шалғыннан оқшауланған. 19 ғасырдың аяғы мен 20 ғасырдың басында препаратты неміс ғалымдар жасаған. Ацетилка зертханалық, содан кейін зауыттық жағдайда жасалған алғашқы дәрілік препарат болды. Бастапқыда препарат ұнтақ түрінде сатылды, ал 1904 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін таблетка түрінде шығарылады. Ацетилсалицил қышқылының қандай пайдалы қасиеттері бар? Ацетилсалицил қышқылы стероидты емес тобына жатады. Ғасырлық тарихы бар. Қабынуға қарсы кеңінен қолданылатын дәрілік зат болып табылады. Ол қабынудың ауырлығын төмендетуге, ауырсынуды жеңілдетуге, жоғары температурамен күресуге қабілетті. Сонымен қатар тромбоздың алдын алу үшін қажет болып табылады. Ол COVID-19 эпидемиясының өршуі кезінде тағы бір рет өзінің тиімділігін дәлелдеді. Бұл кезде коронавирус қанды қатты қоюлатып, қан ұйғышының жоғарылатуы мүмкін екендігі белгілі болды. Препараттың негізгі құрамдас бөлігі бауырда ацетилсалицил қышқылының ыдырауынан алынған салицилаттар. Олар қанда жеңіл айналады және әртүрлі тіндерге оңай енеді. Қандай аурулардан көмектесе алады? Біріншіден, белгілі қабынуға қарсы әсер ету арқылы қабынудың қарқындылығын төмендетеді. Екіншіден, ол анальгетикалық әсерге ие, әртүрлі түрдегі ауырсынуды басады. Мысалы, тіс, бұлшықет немесе бас. Препарат медиаторлардың өндірісін тежейді және осылайша миға түсетін ауырсыну сигналдарын азайтады. Үшіншіден, ол терморегуляцияға әсер етеді. Қызба жағдайында дене температурасын төмендетеді. Төртіншіден, ол қабыну орнында ісінудің пайда болуына әкелетін ферменттерге әсер етеді. Бұл оның айтарлықтай төмендеуіне әкеледі. Бесіншіден, қан ұйғыштарының пайда болу қаупін азайтады және тромбоциттердің бір-біріне жабысуына жол бермейді. Бұл қан ұйғыштарының пайда болу қаупі жоғары адамдар үшін және жүрек қан тамырлары ауруларының алдын алу үшін таптырмас құрал болып табылады. Осылайша ол инфаркт пен инсульттің дамуына жол бермейді. Ал бұл қауіп әсіресе егде жастағы адамдарда жоғары болып келеді. Сондықтан оларға үнемі қабылдау үшін аз мөлшерде ацетилсалицил қышқылы жиі тағайындалады. Сонымен қатар инсульт алған адамдарда өте қажет. Өйткені препарат кейінгі асқынулардан құтқарады. Бұл препараттың тағы бір қызықты қолданылуы зәр қышқылының шығарылуын ынталандырады. Сонымен қатар жақында ғалымдар ісіктердің кейбір түрлерінің даму қаупін азайту үшін оның тиімділігін әрі қауіпсіздігін анықтады. Ацетилсалицил қышқылы халықтық медицинада қалай қолданылады? Қышқылдың емдік мүмкіндіктері ресми медицинамен шектеліп қоймайды. 120 жылдық тәжірибеде ол халықтық медицинада да өз қолданысын тапты. Осы уақыт ішінде көптеген адамдар нұсқаулықты таба алмайтын осы препараттың әртүрлі емдік қабілеттерін көрді және бастан өткерді. Бірінші, қабынуға қарсы жақпа. Оны дайындау үшін таблетканы ұсақтап, оған суспензия алғанша аздап су қосу керек. Оны қабыну аймағына жағыңыз, безеулер немесе іріңді жараларға. 10-15 минутқа қалдырыңыз. Жылы сумен жуғаннан кейін аспирин теріні құрғатады және қабынуды азайтады. Іріңнің тартылуын тездетеді. Екінші, шыбын шіркейдің шаққанынан. Қабынуды тез жеңілдету, ісінуді азайту және қышу мен ауырсынудан құтылу үшін бірінші жағдайда бір таблетканы ұсақтап, біртекті суспензия алғанша сумен араластыру керек. Оны зардап шеккен аймаққа жағыңыз және таңғышпен бекітіңіз. Бірнеше сағаттан кейін компрессті алып тастап, теріні сумен шайып тастаңыз. Үшінші, теріге кіріп өскен шаштардан. Теріге кіріп өсіп ауырсынуды тудыратын шаштардан. Қарапайым рецепт қабынуды жеңілдетеді және емдеуді тездетеді. Өнімнің 2 таблеткасын 100 мл таза суда ертіп, осы ертіндіге малынған мақта тампонымен күніне бірнеше рет ауырсыну орнын сүрту жеткілікті. Төртінші, тырнақ грибогына қарсы. Бұл препарат грибоктың белсенділігін тежеуге және тырнақты грибок өсінділерінен арылтуға қабілетті болып табылады. Бірнеше таблетканы алып жылы суда ботқа пайда болғанша езіңіз. Содан кейін зардап шеккен тырнақтарға 10-20 минутқа жағыңыз. Нәтижесін бірнеше осындай процедуралардан кейін байқайсыз. Ал емдеуді грибок жойылғанша дейін жалғастыра беріңіз.
Бесінші, аяқта қатып қалған дөрекі теріні және мозольдарды жұмсарту үшін. Аяқтың терісін жұмсарту және қатып қалған теріні алып тастау үшін 6-7 аспирин таблеткасын алыңыз да ыстық су құйылған ыдысқа қосыңыз. Сол жерге 1 лимон шырынын ағызыңыз. Содан кейін аяқтарды 20-30 минутқа батырыңыз. Осыдан кейін сіз барлық мозольдар мен қатып қалған теріні жеңіл алып тастай аласыз. Алтыншы, бетке арналған скраб. Скраб жасау үшін бір ұсақталған аспирин таблеткасын 1 шай қасық қоңыр қант немесе теңіз тұзымен араластырыңыз. Оларға бірдей мөлшерде табиғи бал, 1 ас қасық зәйтүн майы мен 1 капсула Е дәруменін қосыңыз. Дайын скрабты 10-15 минутқа бетіңізге жағыңыз, содан кейін жылы сумен шайып тастаңыз. Жетінші, қайызғақтан құтылу үшін маска. Қайызғаққа қарсы маска дайындау үшін 1 таблетканы ұсақтап, 2 жұмыртқаның сарысымен араластырыңыз. Алдын ала қыздырылған 2 ас қасық зәйтүн, кастор немесе лапух майын қосыңыз. Бас терісінің түкті бөлігіне жағып 30 минут ұстаңыз. Содан кейін басыңызды мұқият жуыңыз. Сонымен қатар ацетил қышқылын күнделікті өмірде де қолдануға болады. Дәл қазір мен сіздерге ацетил салицил қышқылын қолданатын ерекше мысалдарды келтіретін боламын. Бірінші, ақ киімдегі кетпейтін дақтарды кетіруге өте жақсы болып табылады. Ол үшін сіз 1 стакан сумен 4 аспирин таблеткасынан ерітінді дайындап, сондай ерітіндіге киімнің дақ түскен жерін салып қоя аласыз. Қажет болса тіпті қою ботқа жасап, оны дақтарға молынан жағып, біраз уақыт ұстай аласыз. Содан кейін шайып тастау керек. Нәтижесінде ауыр дақтардан түк қалмайды. Екінші, ал бау-бақшаларда ацетил салицил қышқылы топырақтағы саңырауқұлақтарды жоятын күші де бар. Мұны істеу үшін 1 таблетка дәрі-дәрмекті 1 литр қарапайым таза суда ерітіп, өсімдіктерді отырғызбас бұрын осы ерітіндіні жерге құйыңыз. Нәтижесінде егістікте ешқандай зиянды арамшөптердің өсуі байқалмайды. Үшінші, ацетил салицил қышқылы тіпті автомобильдің аккумуляторын зарядтауға қабілетті. Зарядсыз аккумуляторға дәрі-дәрмектің бірнеше таблеткасын салу арқылы күкірт пен ацетил салицил қышқылының химиялық реакциясын көруге болады. Бұл тек зарядтау орнына жетіп алу үшін ғана қажетті 1 реттік зарядты береді. Төртінші, тағы бір қарапайым рецепт. Кесілген гүлдердің балғындығын ұзақ уақыт сақтауға көмектеседі. Көбінесе гүлдер келесі күні қурай бастайды, ал оларға жай ғана 1 таблеткасын салып қойсаңыз жеткілікті. Ацетил салицил қышқылының жанама әсерлері мен қарсы көрсеткіштері. Денсаулыққа пайдасымен қатар препарат ауыр асқынулар тудыруы мүмкін. Ол қан ұйғыштарының пайда болуын азайта отырып, асқазан мен ішектегі қан кетуді, ауыр миішілік, буынішілік, көзішілік қан кетулерді тудыруы мүмкін. Сондай-ақ дәрі-дәрмекті ұзақ уақыт қолдану, жүрек айнуы мен құсу, асқазанның ауруы, бас айналу, құлақтың шуылы, қызба белгілері, бағдарсыздық және құрысуларға келуі ықтимал. Осылайша препарат асқазан ішек жолдарының ойық жарасы, гемофилия, бауыр мен бүйрек аурулары бар науқастарға, жүкті әйелдерге және 15 жасқа дейінгі балаларға қолдануға рұқсат етілмейді. Жалпы ацетил салицил қышқылын қабылдау тек әл-ауқаттың жақсаруына әкелу үшін оны қолданар алдында дәрігермен кеңескен жөн. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі шығарылым аяқталды. Роликті соңына дейін көргендерге, сондай-ақ арнамызға тіркелгендерге ерекше алғыс білдіреміз. Бұл бейнені достарыңызбен және жақындарыңызбен бөлісіңіздер. Әрқашан ең пайдалы нәрселерден хабардар болу үшін арнамыздан алыстамаңыздар. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.